Артық салмақтан арғыңыз келсе немесе асқазаныңыз ауыратын болса, дәл осы глютенсіз, яғни құрамында 1,1 грамм ұны жоқ нан рецепті сізге арналады. Парақшама тіркеліп, видеоны сақтап алуды ұмытпаңыздар. Алдымен чечевицаны, яғни жасымықты осылай жақсылап тұрып, салқын суға жуып тазалап аламыз. Кейін үстіне салқын суды құйып, бір түнге қойып қоямыз. Яғни 7-8 сағатқа қойып бұқтырасыздар. Міне біздің осылай бізде ісінеді. Кейін суын төгіп тастап, үстіне осылай 2 дана жұмыртқаны, айранды құямыз, және де зәйтүн майын құямыз. 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық разрыхлительді салып, барлығын жақсылап блендерлейміз. Міндетті түрде жақсылап тұрып блендерлейміз, себебі құрамда ешқандай түйіршіктер қалмасын. Дәл осындай масса болып шығу керек. Енді осы массамызды формамызға құямыз. Қалауынша үстіне осылай кунжут сепсеңіздер болады. Қызып тұрған пеште 170 градуста 50 минуттай пісіріп аласыздар. Міне осымен құрамына 1,1 грамм ұн қосылмаған глютенсіз нанымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, себебі дәм ерекше болып шығады. Және де артық салмақтан арғысы келетін немесе денсаулығында кінараты бар достарыңызға видеоны жіберіп қойды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.